Мен Орал қаласы номер 42 Ақниет гимназиясы 10-Е сынып оқушысы Ербозова Айгерім. Менің тақырыбым болашақтың мамандығы. Мамандық таңдау бұл маңызды іс. Уақыт өте келе дәстүрлі мамандықтар сұраныстан айырылып, жаңа мамандық иелері пайда болды. Заманның ағымынан қалмай жаңадан пайда болатын болашақ мамандықтарға дағдыланайық. Сонымен айналдырған 17 жылдан кейін қандай мамандық иесі қажет болады? Бұған жауабымыз ол наномедицина қызметкері. Адам ағзасында дәстүрлі медицина жеңе алмайтын аурулар бар. Қазіргі таңда медицина және нанотехнологиялық интеграциялар бірте-бірте дамып келе жатыр. Бұл білім мен практикалық дағдылардың жаңа саласы наномедицина дүниеге келуіне әкелді. Наномедицина қызметкері адам денесінің мүшелерін қайта жасайтын маман. Оған қойылатын талаптар мен оның міндеттеріне тоқталатын болсақ, ол берік жүйке, шыдамдылық, ұстамдылық, сабырлылық және төтенше жағдайды бақылауда ұстай білу. Бұл қасиеттер болашақ наномедицина маманында болатын қасиеттің бастамасы ғана десек те болады. Басқа дәрігерлер секілді қызметкер зерек және сыпайы болу қажет. Операция жүргізетін маман ретінде күйзеліске төзімді және жылдам ойлай алатын маман болуы қажет. Наномедицинаның дәстүр медицинадан айырмашылығына тоқталатын болсақ, ол дәрі-дәрмектерді жеткізу, ауруды диагностикалау үшін нанотехнологиялық құралдарды пайдаланады. Неліктен болашақта наномедицина үлкен сұранысқа ие болады? Ең басты себеп деп әлемдік созылмалы аурулардың арту себебін айтуға болады. Онкологиялық, инфекциялық, қан тамырлары емдеуде наномедицинаның көмегі зор. Сонымен қатар наномедицина иммундық жасушалардың қосылып кейіннен рак клеткаларында жоюға көмектеседі. Сонымен қатар мен наномедицина байланысты кішігірім сауалнама жүргіздім және оның нәтижесі бойынша біздің қоғамымызда 28% наномедицина терминімен таныс емес екен. Қорытындылай келе, нанотехнология концепциясын зерттеп, оның медицинадағы болашағын ескере отырып, қорытынды жасауға болады. Менің ойымша, наномедицина ол дамудың нәтижесі, ол бізді және қоршаған әлемді өзгерте алатын қалыптасу алдында тұрған жас ғылым. Ал бұл өзгерістердің пайдалы болып өмірді жеңілдететіні немесе зиян келтіріп, адамзатқа қауіп төндіретін адамдардың түсінігі мен парасаттылығына байланысты. Назарларыңызға рахмет.